Исмаилов Анвар Исмаилұлы 1926 жылы 3 ақпанда Шымкент қаласында қарапайым шаруа қожалық отбасында дүниеге келді. 1933-1941 жылдары Киров атындағы жалпы орта мектепте білім алды. 1941 жылы Шымкент қаласындағы Крупский атындағы мұғалімдер институтына оқуға түсіп, 1943 жылы оқуын аяқтап, тарих мамандығы бойынша мұғалім мамандығын алды. 1943 жылы шілде айында Киров крейсеріне 50 ерікті комсомол қатарына жолдама алып, Анвар Исмаилов өз еркімен 17 жасында 10 ерікті комсомолдың қатарында фронтқа аттанды. Атақты Балтық флотындағы Киров крейсерінде әскери қызмет атқарды. Ленинградты қорғауға қатынасып, зенит командирінің басшысы болды. – 1946 жылы елге оралды. 1984 жылға дейін Киров крейсерінің ардагер кеңесінің құрамында болды. – 1946 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде тарих факультеті мамандығына түсіп, 1949 жылы үздік диплом алды. 1954 жылы Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде тарих ғылымдарының кандидаттың атағын қорғады. 1955 жылы доцент атағын алды. 1981 жылы тарих кафедрасында профессор атағына ие болды. 1971-1984 жылдары Шымкент педагогикалық институтында оқу жұмысы бағыты бойынша проректорлық қызмет атқарды. 22 ғылыми жұмысы және 1 монография жазды. Сонымен қатар 5 оқытушыға кандидаттық диссертация қорғауға жетекші болды. Ұлы Отан соғысы кезінде ол кісінің ерен еңбектерінің арқасында және еліміздің бейбітшілік заманда өмір сүруіне өз үлесін қосқан үшін төмендегідей бірнеше марапаттауларға ие болған. 1961 жылы құрмет белгісі орденмен марапатталған. 1944 жылы Ленинградты қорғаған үшін төс белгімен марапатталған. 1945 жылы фашистік Германияны жеңгені үшін марапатталған. 1960 жылы жоғарғы қазақ кеңесінің мақтау қағазымен марапатталды. 1975 жылы жоғарғы қазақ мектебінің еңбек сіңірген қызметкері атағына ие болды. Анвар Исмаилов 1984 жылы қайтыс болды. Мемлекеттік дәрежедегі құрметті зейнеткер. Қазіргі таңда облыстық өлкетану мұражайында әскер кезіндегі ол кісінің барлық құжаттары жәдігер ретінде сақталған. Анвар Исмаилов соғыстан кейінгі 34 жыл ғұмырын өзінің сүйікті ісін, яғни жоғары оқу орындарында студенттерге, педагогтарға және ғылымға арнады. Жоғары оқу орнының білім саласында қиын да қызықты шақтарын басынан өткізді. Қазіргі таңда Сайрам ауданы Ақсукет елді мекенінде 2004 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан 16 жыл тарихы бар кәсіптік білім беру саласында білім ордасы өзінің республика, облыс, аудан көлемінде жоғарғы мәртебеге ие колледж. 2016 жылдан бастап осы кісінің, яғни Анвар Исмаилов атымен аталады.
Колледжге Анвар Исмайлов есімі берілген себебіне тоқталатын болсақ, 34 жыл өз өмірін студенттермен білім және тәрбие беруде, өскелең ұрпаққа аянбай еңбек сіңіргені үшін, қазақ еліне бейбітшілік пен жаңашылықты орнатуда ерекше үлес қосқаны үшін. Биыл 2020 жыл араға бірер күн салып, жалпы адамзат өзінің тарихында жазылған қаһарлы соғыстағы ұлы жеңістің 75 жылдық мерекесін тойлағалы отыр. Аға ұрпақ алып берген жеңіс бүгінгі күні де бізді жетістіктерге жігерлендіреді, жанымызға қуат береді, қиындықтарды жеңіп алға ұмтылуға көмектеседі.